Абай айтқан бір сөз бар, бірақ оны көп адам дұрыс түсінбейді. Осы бір ой адамның өмірін екіге бөлуі мүмкін. Абай Құнанбайұлы былай деді: адам баласы адамнан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен ұзады. Байлықпен, мансаппен емес. Бірақ көп адам соны ұмытып, сыртқы дүниеге ғана қызығады. Байлық көзге көрінеді, бірақ ол адамды адам қылмайды. Ал мінез ол адамды өмір бойы алып жүреді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі заманда адамдар неге көбірек мән береді? Байлыққа ма, әлде білім мен адамдық қасиетке ме? Пікірге жазыңыз. Егер осы сөз сізге ой салса, лайк басу жай ғана білге емес, бұл сіздің ішкі келісіміңіз. Сіз бай өмірді таңдайсыз ба, әлде күнді адам болуды ма? Келесі видеода тағы да Абайдың терең сөздерін бірге талдаймыз. Сау болыңыздар.